тұңғыш президенттің айтқан сөзі бар еді ғой, балаңды мен үшін тудың ба не? Тусаң өзің үшін тудың деп ше. Айналайын, әр туылған бала мемлекеттің қамқорында болу керек. Президент әр туылған балаға жауапты. Неге? Өйткені сол туылған баланың ата-бабасы қорғады осы жерде. Менің ата-бабам қорғады мына жерде. Қанын төкті, жанын берді. Мен мына жерде мұнайдан, газдан, алтыннан, хромнан, мен осы жерден шығатын бүкіл қазба байлық, жердің асты үсті байлығынан менің үлесім бар. Сен соны бөліп бер деп отыр ата-анасы. Қалтасынан сұрап отқан жоқ, айлығынан бөліп бер деп отқан жоқ президентке. Сен соны әділ, әр азаматқа туылған балаға, мысалы шет елдерде бар, араб елдерінде, әр туылған балаға пәленбай миллион, жаңағы мыңдап ақша доллар салып қояды. Кеше 100 доллар салды, жұрт шулатып жүр. Мысалы үшін. Ол осыдан 30 жыл бұрын басталып кете керек еді ғой. 100 доллар емес, 1000 доллар, 10.000 доллардан салу керек еді. Мысалы да. Енді қараңыз, 100 доллардан әр балаға салады. Бала 18-ге толғанда қанша доллар болады? 1800 доллар болады. 1800 доллармен не істемекші? Қай оқуға түсіріп, қай тойын тойлап, немесе қай үйіне әпермекші оның? 18 жылдан кейін 1800 доллар, 1800 теңге де болмай қалады ғой. Енді шүкір шығар біз аға. Жоқ, шүкір, қараңыз, шүкірді де ше, шүкірді де. Адам шүкір айтатындай қылып жасау керек та. Ал шүкір етіңіз, 100 доллардан бердім ғой саған, не дейсің? Ол жоқ елдерде бар ғой енді. Жоқ, ол жоқ елдерде бар. Жоқ, сен 18 жасында 1800 доллар алып не істейсің, айтшы? Бұл халықты қалай ақымақ санау ғой бе? Жоқ елдерде бар. Мен түсінемін сен 18-ге келгенде бір үй алатындай, бір оқуыңды төлейтіндей, сондай ақшаң болса, түсінемін. Айына, жылына 100 доллар балаға, 1800 долларға 18 жасқа келмеді. Сен қазба байлық, ол жоқ елдерде байлығы жоқ ондай қазба байлық. Бабаларымыз қорғап бізге тастап кеткен қазба байлықтан сен үлесіңді сұрап отырсың, сен анау артық ақша сұрап отқан жоқсың. Мен саясатты мақұл қоя салайын, айтпай-ақ қойын. Ана жер дұрыс, ана жер бұрыс. Менің үлесімді берсей сен. Менің баламның үлесін, мен немеремнің үлесін берсей, менің атам қорғады осы жерде. Жалғыз бір жаңағы әулет қорғады ма? Бір фамилия жаңағы қорғады ма? Соларақ ішіп жейтіндей, соларақ жаңағы байып, соларақ істейтіндей, ол солай болды ма? Сен үлестірсей халыққа соның істеген жұмысына қарай, бала шағаның санының көптігіне қарай, солай үлестіріп отырсаң, ертең сұраласың ғой Алланың алдына барғанда. Ертең екі көзінен қаныңды ағызып, сораңды ағызып тұрып, ертең бүкіл халықтың несін бересің ғой. Соны ойлану керек қой, оны ойланбағаннан кейін қалай ол? Сен соның бәрін көріп тұрып, сен қалай шыдайсың? Бұл жатып біз еліміздің ақшасына баюымыз керек деген сөз емес. Міне істе, осылай істе. Бересің ба, жөндеп бер балаға. Долясын берсе, 30 жыл жеп келдің онсыз да. 30 жыл қанап тонап келдің. Енді дұрыстап берсе енді, мазақ қылмай. Менің жағдайым қиын емес. Айеке, мен өзім дойлап отқан жоқпын. Менің жағдайым қиын емес. Аллаға шүкір, әйтеуір тырбанып, жаңағы желіні пайдаланып, әйтеуір өйтіп бүйтіп күн көріп жатырмыз. Мысалы да, тойға шығамын, халықтың арасынан алып отырмын, өз керегімді маған Құдай беретін халықтан шашып қойған несібемді алып отырмын. Ал бүкіл 18 миллион, 20 миллион халық олай жасап отқан жоқ қой. Сіңірі шиқылдап, мұртына жалғап, жеткізе алмай, солдан қанша семья ажырап кетіп отыр ғой Айдос. Бәленің бәрі осы әділдік болмағандықтан. Әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан мен сезіп отқан жоқпын ешқандай. Бір-екі жемқор ұстады, өздеріне ұнамайтын бұрынғы семьяның адамдарының бір-екі жемқор ұстады. Сонымен міне әділетті жаңа Қазақстан. Сен неге шетінен қырмайсың бәрін? Патырлатып тұрып. Қолыңа билік тиді ғой енді. Жаңа Қазақстанда аузынан шықты ма, құрса енді ары қарай. Көрсетсе халыққа жаңа Қазақстан екен, мақұл. Долямды да бермек қой, ештеңе бермек қой. Ең болмаса сол кеткен ақшаны қазынаға құйсаң, міне қазынаға құйып жатырмын деп айтсаң, цифрларды көрсетсең, біз 30 жыл кеткен желінген ақымызды, біздің жаңағы кеткен нанымызды ақталғанын көрсетсейсің. Жоқ, ештеңе өзгерген жоқ, ештеңе өзгерген жоқ. Сол пара алған, арасында өзіне ұнамаған ана команданың несін ұстап қояды, өзіне тиіспейді. Болмайды бұндай нәрсе. Или сен айтпа, аузынан жаңа Қазақстан құрамыз деп шығарып айтпай қой. Сонда біз бұл ескі Қазақстан ғой деп, ана баяғы бассыз шолғаған ешектер құсап жүре береміз. Ешектер болады бүйтіп жүре береді. Жаңа Қазақстан деп басымызды бір көтеріп қойдың, енді көрсетсе енді. Жоқ, ешқандай жоқ. 5 жыл болды ғой, мен айтар едім, биыл ғана отырдым ғой мен десе.
айдеге 5 жыл болды ғой. Президенттің ауысып, жаңа Қазақстан болғанымызға 5 жыл болды ғой. Бір миллионнан 5 нәрсе өзгерген жоқ қой.